Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай, апталарыңыз сәтті өтсін. Енді өткен аптаның соңынан бастап менің атыма, біздің азаматтардың атынан өтініш, талап, тілек, арыз, шағым келіп түсіп жатыр. Ол мынау Қазақстаннан Оңтүстік Кореяға барып, заңсыз еңбек мигранты ретінде қызмет етіп жатқан азаматтарымызға қатысты. Әрине енді заңсыз еңбек мигранты ретінде барғандықтан олардың құқықтарының да тиісті деңгейде қорғалмайтыны анық. Әсіресе мынау еңбек келісім шарты болса да, ол жердегі еңбек қауіпсіздігі мәселесінде де. Мінекей менің алдымда ресми сандар бар. Оңтүстік Кореяға Қазақстаннан заңсыз еңбек мигранты ретінде барып жұмыс істеген отандастарымыздың саны 2018 жылы 11.413 адам болған, 2019 жылы 10.707 адам болған, 2020 жылы 8.902 адам болған. Бұл өте үлкен сандар. Сондықтан біз енді отандастарымыздың қауіпсіздігін әлемнің қай түкпірінде болса қамтамасыз етуіміз керек. Бұл жерде маған арыз шағым жазып жатқан азаматтардың негізгі мәселесі қазақстандықтарға Оңтүстік Кореяда уақытша еңбек визасы берілсе, сонымен қамтамасыз етілсе дейді. Сол кезде ешкімнен құқық қорғау орындары басқалардан қашып пыспай еңбек етер едік дейді. Енді дәл осы мәселені шешудің қандай жолдары бар? Біздің азаматтарға қазір нақты неге уақытша еңбек визасы берілмей жатыр? Бұл түйткілдің шешілуіне не кедергі болып тұр? Дәл қазір Оңтүстік Кореяда қанша қазақстандық азамат жұмыс істеп жүр? Осы мәселенің барлығын, осы сұрақтар тізіп, мінекей Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеуге депутаттық хатымды мінекей жолдадым. Қазір нақты жауаптарын алғаннан кейін ары қарай тиісті тәртібі бойынша жұмыстанатын боламыз.